Жер халықтың анасы. Оны қалай бөлшектемекпіз? Мөде. Ғұндардың кең байтақ жеріне тунгустардың патшасы Дуньху қызығып, мөдеге өз елшісін жібереді. Достығымыздың құрметіне маған сәйгүлігін сыйласын деп. Сонда мөде тұрып, бір атқа бола көршімізбен соғысқанша, достығымыздың кепілі болсын дегендей тұлпарын сыйға тартады. Тунгустың ұлықтары тағы жаушы жіберіп, ең сұлу да сүйікті әйелдерінің бірін тарту етуін сұрайды. Арғымақ та, әйел де ел тыныштығының кепілі болсын деген ұйғарыммен әйелін аттандырады. Даңдайсыған Дуньху енді әскерін жиып, ғұндардың шекарасын бетке алады. Ғұн ордасы мен Тунгус елінің аралығында шөбі жоқ, суы жоқ, ешкім мекен етпеген сортаң жер жатқан екен. Дуньху енді сол жерді сұрайды. Мөде елдің ең атақты кеңесшілерін жиып ақылдасады. Олар бос жатқан жер ғой пайдасыз, берсек те болады дейді. Осы тұста мөденің төзімі сарқылып, мен патшаның екі талабын ел тыныштығы үшін орындадым. Себебі атта, әйел де жеке өзімдікі болатын. Ал жер халықтың анасы. Оны қалай бөлшектемекпіз? Жерді береміз дегендер дарға асылсын, деп қалың қолымен жорыққа аттанады. Жер мен тіл мәселесі қай заманда да, қай халыққа болсын, қасиетті де киелі ұғым. Себебі ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын екі-ақ нәрсе бар. Ол тілі мен жері. Осы екеуін жоғалтқан жұрттың өзі де жоғалады. Мың 954 жыл. Советтер одағы коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Никита Хрущев Қырымды украиндықтарға сыйға тартып жатқан кез. Қатардағы лауазымы биіктің бәрі іштей қарсы болса да, бас көтерген бір жан болмады. Қырым сыйға тартылып кете барды. Мың 960 жыл. Ақмола. Араға аз уақыт салып, ол Қазақстанға да шүйліккен. Тың игеру науқанының желеуімен солтүстіктің 5 астықты өлкесін РСФСР-ға бағындырып, ал оңтүстік Қазақстанның мақталы аймағын Өзбекстанға аудара салмақ болды. Бұған Жұмабек Тәшенов кеудесін тоса қарсы шықты. Сөйтіп жер мәселесі шешусіз қалды. Есесіне Хрущев Тәшеновтың тағдырын шешті. Мемлекет болу үшін ең негізгі шарттың біреуі оның территориясы. Себебі талай халықтар бар, ұлт болғандар да бар, өздерінің жаңа әліпбиі бар, өздерінің мәдениеті бар, бірақ жері жоқ. Күрдтерді алайық, өзіміздің ұйғыр бауырларымызды алайық. Сондықтан жердің мемлекеттің өзегі екенін Алаштың батырларымыз 20-шы жылы жақсы түсінген болу керек. Қазақтың жерін белгілеу, мен ойымша бұлардың ең бір басты міндеттері болды, және соған бұлар тікелей кірісті сол уақыттарда. 1920 жылы 24 тамызда Ленин мен Сталин Қазақстанның ұлттық мемлекеттік жер көлемін бекіткені белгілі. Алайда оның іске асуы оңайға соққан жоқ. Алаш көсемдері қазақ жерінің тұтастығы үшін қатерге басын тікті. 4 күнге созылған комиссия отырысына бастан аяқ Лениннің өзі қатысып, өзі басқарды. Қарқаралы уезінің тумасы, бар жоғы 29 жастағы Әлімхан Ермеков, қазақ автономиясына қандай жерлер кіруі тиіс екендігіне ғылыми негізде дәлелденген баяндама жасады. Ол өз сөзінде
Қазақстан Республикасына 5,5 миллион қазақ ұлты тұрып жатқан 3,467,922 шаршы шақырым жерді заңдастырып, бекітіп беруді сұрады. Кремльдегі ұзақ тартыстан соң Ленин Әлімхан Ермековтің баяндамасы бойынша қаулы қабылдансын деп жариялады. 1920 жылы 26 тамызда қазақ автономиясы мен оның жер көлемі бекітілді. Сөйтіп, алаш арыстары қазақ мемлекеті алдында өзінің тарихи миссиясын адал орындады. Сол 20 жылы қазақ халқының, қазақ ұлтының жерін анықтау жөніндегі комиссияны көбісі қазақты оқығандар екен. Ол уақытта Ташкент орталық болып тұрғанда. Біздің жаңағы азаматтарымыз санаққа шыққан белден басып қазақтың жерін кеңейтуге тырысыпты. Сонда бастарының кететінін біліп отыр. Кейін 37 жыл көптеген адамдарға қойылған айыптың біреуі осы екен. Сол уақытта қазақтың жерінің бәрін анықтап алмаса, кейіннен біз мемлекетімізді құра алмайтынымызды білді. 1920 жылы кеңес өкіметі құрылған кезде алғашқы алаштардың еңбегіменен бұл тарих шекара бекітілді. Әлімхан Ермековтердің еңбегі осы. Тіпті ол кезде мынау Орынборға дейін, мынау Ертістің арғы бетіне дейін, анау Астраханға дейін, мынау Ташкентке дейін, бұлардың бәрі сол кезде Қазақстанға қараған. Жайлап осы кете бастады. Сөйтіп осы жылдар Ташкенттің заманына жетті. Алаштардан қалған бір тұяқ болса, 50-60 жылға жеткен жалғыз Жұмабек Ташкент. Қазақ ел үшін бағы мен соры қатар өрілген 20 ғасыр тарих қойнауына қаншама жұмбақ құпиялармен енген екен. Кезеңдер туғызған табыстар мен қайшылықтар қарапайым халықпен қатар билік басындағылардың да тағдырында көрініс тауып жатты. Соның бірі заманында кісендеулі жолбарыс аталып кеткен жаужүрек азамат Жұмабек Тәшенов болатын. Хрущевпен келген жылымық Кеңес одағының саясатындағы сеңді бұзды. Сталиндік диктат әшкереленіп, оның құрбандары ақтала бастады. Жұмабек Тәшенов Қазақ Кеңестік Республикасындағы 30-50 жылдардағы қуғын сүргін құрбандарын ақтайтын комиссияның төрағасы болып қыруар жұмыс атқарды. Қазақ халқына Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ильяс Жансүгіровтің есімдері қайтарылды. Әдебиет жауһарлары қайта басылып, рухани шөлдеген халықтың таңдайын жібітті. Қамауда отырған ұлтымыздың зиялы өкілдері бостандыққа шықты. Бұл арада Хрущев одақтас республикалардың құқын арттыруды мақсат еткен жоқ. Оның әкелген жылымығы дүние танымдық құбылыс емес, бар болғаны өз басын сталиндік қылмыстардан арашалау болатын. Сондықтан Мәскеу оң қолымен жасаған жақсылықты сол қолымен еселеп жоққа шығарып отырды. Ұлылық қалғыса, ұлт ұйқыға кетеді. Ұлылық қалғыса, қалың ұлт ұйқыға кетеді емес пе? Идеологиялық бағытта ұлтшылдықпен күресудің жаңа науқаны басталды. Кезек қазақ тіліндегі бұқаралық басылымдарға да жетті. 1958 жыл 28 шілде. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бюросында Социалистік Қазақстан газеті Қазақ әдебиеті газетінің мәселесі де қаралып жатты. Баста айып басылымдағы ұлтшылдық. Ол заманда бұл аса ауыр жаза алмақ еді. Қазақ әдебиетінің бас редакторы Сырбай Мәуленовтің өңі қашып кеткен. Оған сөз берген кезде Жұмабек Ахметұлы оған бұрылып, «Сырбай, тайсақтамай батыл сөйле» деп дем береді. Осы тұста орыс басшыларының қас-қабағына қараған Шәріпов деген қазақ журналисі орнынан тұрып, қазақ әдебиетін жеке басылым ретінде жауып, Социалистік Қазақстан газетіне үстіме парақша ретінде қосып беруді өтінеміз деген ұсыныс білдіреді. Көтпеген ұсыныстан зал аңтарылып, тып-тыныш үнсіздік орнайды. Сол сәтте Жұмабек Тәшенов: «Не деп тұрсың өзің? Социалистік Қазақстанды ашқанда сен емес, жабатында сен болмайсың» дейді. Өктем үнмен дербес республиканың дербес басылымы болу керек деген ұсыныспен қыл үстінде тұрған ұлттық басылымдарды аман алып қалып,
тиражын өсірді. Жұмекен Ташкенттің кезіндегі сол өтіріктің лапылдап тұрған кезі болатын. Сол өтірікке әбден шалынған, өтірікке малынған аны жазушылар, тағы басқалар, ол биліктің жалдамалылар. Сонда қараңызшы, сол өтіріктің ішінен асылдың сынығы жарқ етіп Ташкенттің шыға келгені. Қандай жүйе болмасын, қандай қоғамдық саяси жағдай болмасын, қиын қыстау кезде Тәшенов мықты қызметкер ғана емес, ұлттық мүддені ашық қорғаған қайсар қайраткер бола білді. Тәшеновтің 1958 жылдағы басты жобасы одақ астанасында қазақ әдебиеті мен өнерінің декадасын өткізу болды. Өйткені сонау 1936 жылдан бері декада өтпеген еді. Сол себепті қазақ халқының бүгінгі деңгейін Мәскеуге барып, елге танытқан парыз. Басты дилеммалардың бірі кірпияз көрерменге нені қоямыз? Абай операсын ба, әлде Біржан Сараны ма? Тәшенов Мұқан Төлебаевтың Біржан Сарасын таңдады. Сол тұста 5 бірдей өнер иесіне КСРО-ның халық әртісі атағын әперу оңай олжа емес еді. Олар Қалибек Қуанышбаев, Роза Жаманова, Шәкен Айманов, Ермек Серкебаев, Мұқан Төлебаевтар. Қаншама еңбек адамдарына социалистік еңбек ері атағын әперуі, мұнда да қазақтың қарапайым адамынан бастап, зиялысына дейін үлкен одақтық дәрежеде елге таныту еді. Бұл да Тәшеновтің өзіне жүктеген мақсаты болған сияқты. Оны да ол абыроймен алып шықты. Ол тағдыр берген жоғары лауазымды өз ұлтының пайдасына жаратуға асықты. 1960 жыл. Алматының дәл ортасынан негізінде номенклатураға арнап 121 пәтерлік таңдаулы тұрғын үйді түгелімен ұлттық өнер мен мәдениет қайраткерлеріне бергізді. Мұндай оқиға бұрын соңды да кейін де кездескен емес. Көп ұзамай осы үшін Тәшеновке ұлтшыл деген айып тағылды. Тек Тәшенов оны елеген жоқ. Қайта республика басшылығындағы лауазымды қызметтерге тек қазақтарды тағайындату үшін ашық айқасқа барды. Бұл басын кететін майдан екенін тәжірибелі саясаткердің білмеуі мүмкін емес еді. Бұған дейін 1954 жылы Нұртас Оңдасынов Абайдың дүниеден өткеніне 50 жыл толуына байланысты Абай ескерткішін ашуды жоспарлаған. Хакімжан Наурызбаев кескіндеген мүсіннің бірі Алматыдағы опера театрына қойылады да Ленин даңғылына қоюға рұқсат берілмейді. Неге екені белгісіз, кейінірек театрға орнатылған сол мүсін үштігейлі жоғалады. Сол тұстарда қазақ қоғамын өркендету мен ұлттың рухын көтеру, абыройын асқақтату жолындағы еңбегі де айрықша. Өзінің құттықтау сөзінде Тәшенов жолдас былай деді. Господин вице-президент, дорогие друзья, от имени Президиума Верховного Совета, вице-президент мырза, қымбатты достар, жоғарғы совет президиумы мен Қазақ СССР еңбекшілерінің атынан сізді және сіздің серіктеріңізді біздің республикамыздың астанасы Алматыға келуіңізбен құттықтаймын. Біздің кең байтақ совет елінің барлық халықтары сияқты
қазақ халқы да ұлы Индия халқына асқан құрметпен, зор сүйіспендікпен қарайды. Совет одағы мен Индия Республикасы халықтарының арасындағы мәңгілік, мызғымас достық жасасын. 1960 жылдары Ташенов Республика жоғары кеңесінің төрағасы КСРО жоғары кеңес төрағасының орынбасары болып есептелетіндіктен бір ай бойы кезекпен Мәскеуде қызмет еткен кезі болған. Сонда ол осы мүмкіндікті ұлтының мүддесі үшін кеңінен пайдаланды. Москвада отырған уақытта Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романының Лениндік сыйлыққа өтуіне үлкен ықпал еткен. Алматының ең үлкен магистральды көшесіне Абай есімін бергізіп, төріне ұлы ақынның алып ескерткішін қоюды қолға алады. Бірақ бұл идеяны іске асыру ауырлау соққаны рас. Орталық түрлі сылтаумен көнбей бара жатқан соң, ол Тбилисиде Шота Руставелидің, Ташкентте Әлішер Науаидің, Мәскеуде Максим Горкийдің ескерткіштері тұр емес пе? Ендеше қазақ халқына да қиянат жасамау керек деп көндіреді. Ескерткіш қою шешімі сол 1960 жылы шығып, Абайдың 115 жылдығына орай салтанатты ашылуы өтті. Хрущев ең алғаш таққа отырғаннан кейін Ташкентті бірінші көріп, істеген еңбегіне ризашылығын білдіріп, жалпы қазақтың ішіндегі керемет жақын досындай көрген адам Хрущевтің. Сондай достықтан мынау мінезі жоқ адам, ұлтын ойламайтын адам, билікте жүрген. Өзінің қарабасын ғана ойлайтын басшысы болатын болса, Ташкент ол білмеймін қандай биікке барар. Ол Кремльдің төрінде отырар еді. Қазақ жерін бөлшектеу. Жесір дауы, жер дауы ұлтымыз үшін ежелден ең қасиетті ұғым болып келген рас. Ол қазірде әлем мемлекеттерінің ең үлкен тегеурінді саясаты. 1960 жыл, күз айы, Ақмола қаласы. Кеңес одағының бірінші басшысы Никита Хрущевтің қазақ жеріне бұл сапары тың игеру мәселесіне байланысты ғана емес, ең алдымен қазақ жерінің ең шырайлы 5 аймағын Ресей билігіне беру мақсатында болатын. Ол заманда орталық комитеттің шешіміне қарсы тұру қылмыс пен тең құбылыс еді. Қазақтың бәрі Мәскеу не айтса соған басын шұлғып отырған заманда Ташкент бір қарыс жердің қазақ үшін маңызын түсінген қайраткер. Осыған зор маңыз берген. Хрущевтің кеңестер одағын басқарғандағы саясатының ең үлкен қателігі қазақ даласын сынақ алаңы сияқты пайдалану еді. Мәселен, 1954 жылы қаңтар ақпан пленумының шешімі бойынша қазақ даласында 6.300.000 гектар жер игерілу керек болатын. Әрине, бұл шешімнің Қазақстанның аграрлы ел ретінде экономикасын көтеруіне ықпал еткені рас, бірақ 6.300.000 гектар жер емес, келесі жылақ 18 миллионнан астам гектар жер жыртылып, ол 1960 жылдары 24 миллион гектарға жетті. Тың игеру орталық комитеттің басты назарында тұрғанын айтып, Хрущев сондықтан Қазақстанның арқадағы Қостанай, солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Ақмола сияқты 5 облысын республика құрамынан шығарып, Мәскеуге бағынышты еткен жөн, дейді сөз соңында. Никита Сергеевич, мен осындай мәселені шешу түгілі, оның күн тәртібіне қойылуына қарсымын. Себебі сол қасиетті жерде біздің ата-бабамыздың сүйегі жатыр. Мұндаймен ешбір қазақ келіспейді деп, Жұмабек Ташенов кеудесін тоса қарсы шығады. Қазақ ұлты өкілінің бұндай байламына шамданған Кремль әміршісі бірден атыла жөнеледі. Саяси бюроның шешіміне қарсы шығатын сен кімсің өзі? Біз саған сенім білдіріп, республиканың үкімет басшысына дейін көтердік. Ал сенің айтып отырғаның мынау, кеңес одағы бір тұтас мемлекет. Әрбірден соң қай республикаға қандай жерді беру керектігін біз сізден, Ташенов жолдас, сұрамай-ақ шеше аламыз деп, үстелді қолымен қойып қалады. Ташенов болса бұған да бет қаратар емес. Олай болса,
Бұл Кеңес одағының конституциясына қарсы шыққаныңыз. Ал онда әрбір республиканың аумағы оның бұлжымас меншігі делінген. Егер конституцияның осы талабы өрескел бұзылатын болса, біздің халықаралық ұйымдардың араласуын сұрауға хақымыз бар дейді. Қатқыл түрде. Оның отты сөздері Мәскеу басшысының мысын басқандай болды. Қатардағы отырған Қазақстан басшылары ләм деп тіл қатпады. Себебі кешегі репрессия нәубетінің салқыны әлі сейіле қоймаған кезеңде қарсы пікір білдіруге де жүрек керек шығар. Анау кеңестік империя тура енді ақ бульдозер сияқты басып таптап жаныштап келе жатқан кезде сол залда отырғандар да бәрі түсініп отыр, аталған жер екен. Бірақ кім айта алады? Кім айта алады? Халықтың сөзін сөйлейтін адамдар. Олардың тегі, құрылысы басқа болады. Сол басқа адам Жұмекен Тәшенов еді. Ақыры Даурықпа патшаның дәмігөй пиғылы жүзеге аспай қалды. Қаһармандық драмаға толы саяси сахнадан Хрущев жеңіліс тапты. Жұмабек Ахметұлы өз беделі мен қолда бар мүмкіндігін ұлтының игілігі жолындағы аса жоғары мақсаттарға жұмсады. Оның жүрек түкпірінде кешегі өткен алаш ардақтыларының арман мұңы мен мұрат мүддесі мәңгі маздап тұрған сияқты еді. Бұның бәрі оның өмір жолындағы қадау-қадау шешімдермен айқындалып жатты. Отыз 35 жасында Қазақстан жоғары кеңесінің төрағасы болған Жұмабек Тәшенов, егер кезінде орталыққа тойтарыс жасап, Сарыарқаның 5 облысын сақтап қалмағанда, Қазақстан кемінде өз жерінің 1/3-нен айырылған болар еді. Бұл 5 облыстың аймағында сол тұста 3,5 миллиондай халық тұратын. Жұмекен жерді сақтап қалды деп айтса аламыз. Ар жағында қанша трагедия тұр. Сол отандастарымыз қайда жүруші еді қазір кезде? Ана басқа жаққа кетіп қалса, кім болар еді? Бұл әңгіме тереңдеу. Бұның ар жағында мынадай бір үлкен ойлар бар. Қостанаймен бірге жер кетсе, кешегі Ыбырай Шоқанның да аты өшет деген сөз. Ахмет Байтұрсыновтардың, Міржақып Дулаттардың. Кейінгі мына Ілияс Омар, Мәриям Хакімжанованы айтсақ та, Шолпан Иманбаеваны айтсақ та. Солтүстік Қазақстанға келетін болса, Қызылжарға. Бұл кімнің отаны еді? Мағжан Жұмабаевтың. Кешегі анау батырларымыз ана жақта Жәнібектің жер батырларының. Анау Баян батырдың еді мен мекені. Тіпті соңғысы Сәбит Мұқановтар. Павлодардағы тұлғалардың өзі кімдер еді? Кешегі ұлы Жүсіпбек Аймауытов. Мәшһүр Жүсіптер. Тіпті соңғы бір керемет асыл тұяғы мына өнердегі бұл Шәкен Аймановтар. Бұлар кешегі қазақтың жерінде туып тін сақтағандар. 1960 жылдары Қазақстанның билік буындарының арасында орталықтың отын маздатып, жерін үрлегендер де жеткілікті болды. Соның бірі Тың өлкелік партия комитетінің басшысы Тихон Иванович Соколов болады. Оның осы өзімшіл кеудесін басу үшін Тәшенов өлке орталығы Целиноградқа арнайы ұшып барып, мәжіліс үстінде оның әбден сілекпесін шығарады. Жолдас Соколов, келер жылдың бюджетін неге бөгеп отырсыз? Қазақстанға бағынғыңыз келмесе, 24 сағаттың ішінде бұл жерден табаныңызды жалтыратыңыз. Есіңізде болсын, Тың өлкесі ешқашанда Ресейге берілмейді. Ана жақтағы бастықтарыңызға да солай деп жеткізіңіз деген екен. Осының бәрі Хрущевтің ашу ызасын туғызды. Қайтсе де, кек алудың жолын іздеді. 1954 жылғы Хрущевтің тың игеру кезеңін қазақ жерін отарлаудың 3-ші кезеңі деуге болады. Жұмысшылар мен мамандар Ресей мен Украинадан ағылып, тың игеру сылтауымен қазақ даласына келімсектер қаптады. Жергілікті ұлттың үлесі өз жерінде небәрі 29% құрайтын жағдайға жетті. Жұмабек Ахметұлының жер туралы күрестерінің тағы біріне тоқталсақ, сол тұстағы Өзбек КСР-ның бірінші хатшысы Ниязов өндіріс академиясында Хрущевпен бірге оқыған. Соны пайдаланып олар мынау Мақтарал, Киров,
Речевский мақталы аудандар осы жерлерді Өзбекстанға беріңдер деп ұсыныс жасады да, ауыз жаласқан шешім бойынша комиссияға ілігіп кеттік. Бірақ Ташеновтың күшімен сол жолы да бір қатерден аман қалдық. Сонда Хрущев тұтығып, біз Украинаға бүкіл Қырымды бере салдық. Ешкім еш нәрсе деген жоқ. Ал сендер болса, какой-то 3-4 аудан үшін сонша қасарысып деуден асалмаған екен. Бәрбір көп ұзамай Ташенов қызметтен кеткен соң-ақ, сол Мақтарал, Киров, Ильичевка, Жетісай сияқты 4 ауданнан айырылып тындық. Көшпенді халықтың тағдырын жылқысыз елестету мүмкін емес. Ұлы Отан соғысы жылдарында да Қазақстан атты әскер отрядтарын жасақтап майданға жіберіп отырған. Сталиннен кейін Хрущев билік басына келісімен жылқы атаулыға жаудай тиісті. Саналы ғұмырын осы салаға сарп еткен маршал Буденный Хрущевтің алдына жылап барып, жылқыға тиіспеңізші деген өтінішіне пысқырмады. Одақ бойынша жылқы саны 2 еседен күрт кеми бастады. Хрущев бүкіл жекеменшіктегі жылқыларды алыңдар. Сөйтіп, колхозға өткізіңдер деген тапсырма шыққан. Сода мықты аттардың 20 шақтысын қораға қамап қойған екен, колхозға өткізуге. Соны көрді Ташенов айтты, бұл обал ғой деді. Қазақ деді, таңертең тұрғанда аттың сауырынан бір сипап кемесе, оған шай батпайды деді. Көкпарға шапқан қазақ, бәйгеге шапқан қазақтардан ең мықты адамдар шығады. Сондықтан мына жылқыны жіберіңдер деді. Егесі қайтып деп. Халқымыз жылқыны 4 түліктің патшасы ғана емес, киелі қазына санаған. Атасы араб, ақылтеке тұқымының құлдыны Абсент ел тарихында тұңғыш рет Олимпиада чемпионы атанды. Аты тарихта қалды. Абсентке арнап Луговой жылқы зауытында қоладан ескерткіш мүсін қойылды. Ұлылар үнсіз қалса, зұлымдық қанат жаяр. КСРО басшысы Хрущевтің жаулап алу саясаты мен субъективті пікірі ұзақ жылдар бойы Қазақстан дамуының жолын тұсады. Оның Қазақстан жерін империялық саясатпен бөлшектеу жолындағы арам пиғылы ұлттың басына түскен ауыр кезең болды. Жер иесі халықпен ақылдаспай-ақ көптен бергі көкейдегі ойын іске асыруға ұмтылды. Хрущевтің 1961 жылғы Алматыға келуі мұнайлы облыстарды түгелдей Түркменстан мен Әзербайжанға беру жоспар еді. Бұл ойын Әзербайжан мұнайлы республика және онда мамандар да жеткілікті деп негіздемек болды. Кремль басшысы Қазақстанда кәсіби мамандар жоқ деген желеумен осы жөнінде саяси бюроға ұсыныс енгізуді күн тәртібіне қояды. Осы мәселеге байланысты біраздан бері іштей дайындықта жүрген сол кездегі республикамыздың геология министрі Шахмардан Есенов Қазақстандағы мұнай қоры Әзербайжаннан 8-9 есе көп. Әрі елімізде білікті мамандар жеткілікті екенін жеткізді. Сондықтан логика бойынша керісінше Әзербайжанды Қазақстанға қосқан тиімді екенін дәлелдеп берді. Осыдан аз уақыт бұрын құйтырқы қадамын еш қарсылықсыз жүзеге асырып алған Кремль басшысы мұнайлы Маңғыстау түбегін түгелдей көршілес Түркменстанға беруді қолға алды. Орталық биліктің бұл саясаты қазақ жерін бөлшектеуге бағытталған нағыз зұлымдық идея болатын. Залда Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаев бастаған делегация отыр. Ташенов кеудесін тоса, сонда Қазақстанға не қалады? Халқы немен айналыспақ? Әңгіме маманға тіреліп тұрса, мақтаны да мұнайды да игеретін мамандар өзімізден табылады деп қасқайып қарсы шықты. Сонда Хрущев, сенің ата-бабаңның кәсібі мал бағу емес пе? Малмен айналысыңдар деп қысқа жауап қайтарған. Кеңестер одағы басшысының алдында
Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесі төрағасының мұндай мінез танытуы әрине көзсіз ерлік болды. Жер мәселесі тағы да шешусіз қалды. Есесіне Хрущев Ташеновтың тағдырын шешті. Оның өмірінде ширек ғасырға созылған қуғын сүргін басталды. Бүкіл Қазақстанды басқарып тұрған қызметтен қуылған адам. Қуылғанда анау-мынау әрі қызметке емес, өте төмен қызметке. Үйінде жарты жылдай жұмыссыз жатқан және бар. Оның бәрі әрине психологиялық қысым ғой. Республика министрлер кеңесінде бір жылға жетер-жетпес уақыт жұмыс жасаған Жұмабек Ташеновты бөгде ойлы адам ретінде күстаналап, Никита Хрущевтың нұсқауымен әуелі Оңтүстік Қазақстан облыстық атқару комитеті төрағасының орынбасары қызметіне төмендетіп жіберді. Бұл 1961 жыл болатын. Ол оңтүстік өңірінде 1975 жылға дейін, яғни зейнеткерлікке шыққанша абыроймен жұмыс істеді. Лауазымым төмендеді-ау деп қайғырмай, керісінше 14 жыл бойы жатпай тұрмай осы облыстың өркендеуіне өлшеусіз үлес қосты. Әрі ылғи да оңтүстік мені өкпелеткен жоқ. Қайта аман сау алдымызда жүрсең болды деп алақандарына салды дейді екен. Ташеновтың биліктен кеткеннен кейінгі мәселесі. Бұл кісі өмірге тік келіп тік кеткен адам. Иілмеген. Сонда қай жерге ғана иілді? Ол бірақ нәрсеге иілді. Ол қанша дегенмен қазақтың қаны сіңген, жаны сіңген, Яссауи шыққан, Абу Насыр шыққан, отырары бар жер оңтүстік халқына иілді. Қызметі мықтының құдіреті де мықты, құрметі де мықты. Дегенмен, кісінің халқына қаншалықты қадірлі екені табаны тақтан тайғанда танылады. Қазақ әдебиетінің классигі, заңғар жазушымыз Ғабит Мүсірепов Жұмабек Ташенов есімін ерекше қастерлеген. Республика жетекшілерінің ішінде өзінің табандылығымен, қайтпас қайсарлығымен ерекшеленіп, ұлттық мүддені биліктен де биік қойған үш арыс Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сәдуақасовпен қатар Жұмабек Ташенов. Ғабит Мүсіреповтың Алаштың асыл перзентіне арнап айтқан бұл сөзін тек бір адамның пікірі емес, бүкіл қазақ халқының жүрегін жарып шыққан ыстық ықыласы, айрықша құрметі деп санаған жөн. Қазақтың тағы бір батыр ұлы Бауыржан Момышұлы Шымкентте өткен бір жиында Ташеновты көрсетіп тұрып, Жұмекен қан майданда етігімен су кешпесе де, бейбіт өмірдегі сұрапыл айқасты жүрегінен өткізген адам. Бұл кісі бейбіт өмірдің батыры. Біле білсеңдер, төбелеріңе көтеретін азаматтың бірі, дейді. Ендеше ел басына күн туғанда, қолына найза алып, жауға шапқандар ғана батыр емес. Ұлт тағдыры таразыға түскенде, қолындағы билігі мен жеке басының бостандығын қоса қию, жанын қиғанмен пара-пар батырлық емес пе? Коммунистік қызметтегі қазақ басшыларының ішінде биік мансап мұратын туған жерінің тұтастығы жолында құрбандыққа шалған жаужүрек Жұмабек Ташенов аз ғана уақыт аралығында тез ұмытылды. Ұлт үшін жанын пида еткен қайраткер, патриот, батыр азамат қудаланып, қызметтен қызметке төмендетумен қатар пәтерден пәтерге ығысуға мәжбүр болды. Әрине, Алматыдан Ташенов бір емес бірнеше үй жасап алуына болатын еді. Бұл Ташеновтың таза адам екенін көрсетеді. Папам дүниені қумаған и дүниеге жабыспаған.
Алдым үйді, алмадым үйді, жұмысына, папамдың ойына кедергі жасамайтын. Жоқ. Папам өте биік адам еді. Ондай жағдайдардан өте биік еді. Көз көргендердің айтуынша, ол өмірінің ширек ғасырын қуғын сүргінде өткізсе де, елім үшін құрбан болғаныма еш өкінбеймін деуден таймаған көрінеді. Және де қонайып сізді қорғай алмадау деген пікірге, екеуміз бірдей кеткенде қазақ жері не болмақ еді. Одан қазақ ұтар ма еді, ұтылар ма еді деген екен. Қазақтың ұлттық идеясы бұл сапа. Сапаны ерікті адам жасайды. Құл жасай алмайды. Биліктен қорыққан жерде еркіндік жоқ. Еркіндік болмаған жерде еркін қоғам жоқ, еркін халық жоқ. Еркін адам ғана өркениеттің биігіне шыға алады. Тарих деген шежіре, уақыт деген алып бар. Сол алып уақыт бәрін өз орнына қояды, бәріне де төреші. Еш уақытта, ешқандай заман өз дәуірінде өзінің шын бағасын ала алмаған. Ол түсінікті де, уысында билік тұрған қай патша өз заманына жаман баға бергізе қойсын. Байқасақ, патшалар мен ұлы әміршілердің тарихтағы үрелі сан қилы өлшемдермен сарапталады екен. Мемлекеттік билік пен саясат әлеміндегі тұлғалардың ұлылығы әлденеше жылдар емес, ғасырлар өткеннен кейінде мойындалуы, тіпті жемісін беруі бек мүмкін. Ұлт мүддесін биліктен биік қойған Жұмабек Тәшенов пен Нұртас Оңдасыновтың орталық комитет алдында қойған ұсыныстарының дұрыс екендігін уақыт әлде қашан дәлелдеп берді. Бүгінде Батыс Қазақстан өлкесінен мұнай мен көгілдір отынның мол қоры табылып, ол ел игілігіне айналып отыр. Маңғыстаудың әк тастары Қазақстан қалаларын тұрғызуға ықпал етті. Темір жолда, тас жолда тартылып, халық кәдесіне жарады. Тың өлкесіне жаңа қала салынып, ол ел астанасына айналды. Жұмабек Ахметұлы жоғары кеңес төралқасының төрағасы, министрлер кеңесі төрағасынан Шымкентке шеттетілген соң, сонда жүріп ол экономика ғылымының кандидаттығын қорғады. Шымкентте Қаракөл шаруашылығы институты директорының орынбасары, кейін ғылыми техникалық ақпарат орталығының директоры болып істеді. Тіпті оны дербес зейнеткерлікке шығарғанда да шөміштен қысады. Заң бойынша одақтық дәрежедегі зейнеткерлерге берілетін 500 рубль зейнетақы орнына оған 180 рубль ғана тағайындайды. Жүрекке берілген ең соңғы соққы 20 жыл бойы еңбектеніп жазған докторлық диссертациясын бекітпей қоюы болды. Мәскеудегі жоғары партия мектебін бітірген кісіге жасалған ауыр қиянат болды бұл. Менің өмірімдің ақ кемесідей болған. Папамдың енді сонша жыл Қазақстанда істегені жетіп тұр, 3 докторский жасады. Сонда керемет докторский бүгін барып архивтан алып оқысақ, қанша фактографический материал, қанша керекті рекомендациялар, ол керекті докторский еді. Я оны жібермей қойды. Жұмабек Тәшенов 1986 жылы 18 қарашада қайтыс болды. Мемлекеттік тұрғыда құрмет көрсетілетін қайраткердің денесін қоштасу үшін өз өмірінің соңына дейін қызмет істеген осы ғылыми зерттеу институтының ғимаратынан шығаруға да рұқсат етілмеді. Сөйтіп, денесін өзінің Шымкенттегі шағын үйінен шығарып, жергілікті қорымға жерлейді. Абай Хакімдің керемет сөзі бар. Адам өлген күн өлмейді, ұмытылған күн өледі. Сонда біз Қазақстанның қай жеріне барсамыз да, халық, таныған халық,
бізге келіп, біздің әкеміздің ерлігі туралы, кісілігі туралы жүректерімен сезіп, жандәрімен айтады. Халық пен туған жер үшін қыруар еңбек еткен тұлғаны біз тез ұмыттық. Көзі тірісінде көрмеген болдық. Кезінде басын бәйгеге тігіп, қызметін тәрк еткен, сөйтіп Маңғыстау түбегін Түркменстанға беруге қарсылық танытқан Жұмабек Тәшеновті сол бай өлкенің тұрғындары біле ме екен? Біз жер территориясы жөнінен біздің республикамыз 9-шы орындаймыз. Бүкіл дүние жүзіндегі жеке халыққа, жеке ұлтқа тиесілі жер жөнінен біз бірінші орын аламыз. Біздің саясаткерлеріміздің арқасында біз осындай жерді сақтап қалып отырмыз. Мысал керек десеңіздер, қазіргі кездерде сол Тәшеновтердің, Оңдасовтың аттарын білмейтін азаматтарымыз бар біздің арамызда. Олардың қызметтерінің халыққа кең таралуы, кешенді түрде жүргізілетін жұмыс. Егер біз соларды құрметтей алмасақ, келешекте дәл осындай күресетін адамдар жоқ, болмайды. Біз солар арқылы жақсылықтың, әділдіктің, ұлттың өзін қорғай білуін көрсетуіміз керек. Оның ғылым мен білім саласына қамқорлығы, төл мәдениеттің дамуына көрсеткен қолдауы да талай зерттеулерге жүк болар тақырыптар. Шымкентте 2005 жылы Жұмабек Ахметұлы тұрған мына үйге ескерткіш тақта орнатылып, Тәшеновтер отбасы өз қаржысына ескерткіш мүсін дайындайды. Алайда оны орналастыратын аядай жер сұрап 6 жыл жүріпті. Тәшенов пен Бекет Батыр көшелерінің қиылысында бюст қоямыз дегенде, сол бюстті қойған, сол бюсттің жағдайын ойлаған Саян ағатайым бен Айгүл женешем менің абысыным. 2015 жылдың 28 ақпанында бой көтерген мүсіннің ашылу салтанатына арнайы шақырылған билік басындағы бірде-бір басшы келмеген. Қатарда тұрған генерал Құлахмет Қалменов күйінгеннен, кеше бабалар басының ашылуына үкіметтен үркіп бармабек, енді егемендік алғанда қайда мына елдің иелері? Келешек ұрпаққа көрсеткен үлгіміз осыма деген екен ашу шақырып. Сонда біздер жамағаттың жақсыға құрметі жоқ, кішілердің үлкенге ізеті жоқ, зар заманда тұрып жатырмыз ба? Сонша неге тарылдық? Бір 1855 жылы ақш президенті Франклин Пирс жер сатып алу ұсынысымен үндістердің көсемі Сиэтлге арнайы хат жолдайды. Сиэтл бұл ұсыныс көкеге қонбайтынын айтып, жедел жауап қайтарады. Жер халқына, яғни өз бөбегіне, бауырындағы барын беріп, елжірей емірене емзетін ана. Жер тіріде төріміз, өлгенде көріміз. Үндістердің көсемі Сиэтлдің сиямен емес, жүрек қанымен жазған сол замандағы хаты адамзат атаулыға бүгін ғана емес, ертең де керек өсиет. Өз заманында оза шауып, қолдағы бар мүмкіндігін пайдаланып, қазақтың ақысын жегізбей, қайта олжа беріп, ұпайын түгендеп отырған Жұмабек Тәшенов өз ғасырының алыбы, алаштың ары, ожданы бола білді. Биліктен кеткеннен кейін де бұл кісі биік тұрды. Жұмекен Тәшеновтың, мен ойлаймын, биологиялық генетиканың бір осындай парадокстары бар. Бір асыл тек жатыр. Текті адамдар болмаса халық болмайды. Неге біздің жауларымыз ең бірінші текті адамдар құрта бастайды? Текті адамдар құртатын болса, халық тыңдай береді. Былай айтасын, көне береді. Тәшенов жоғарғы кеңесте 5 жыл отырды. Үкімет басында 2 жыл отырды. Сол 7 жыл ішінде ғасырға лайық іс жасады.
Ташеновтың қазаққа төнген қаншама қиянатқа тегеурін танытқан теңдесі жоқ ерлігін атақты академик Манаш Қозыбаев былай түйіндейді. Жұмабек Ташенов Қазақстан аумағындағы ядролық жарылыстарға тепе-тең тұратын шабуылдарға қарсы шығып, озбырлықтың құрбаны болған тұлға. Ал кеңестер кезінде Қазақ КСР-ның бірінші хатшысы болған Исмаил Юсуповтың егер қазақ өзінің бір ұлына борыштар болса, олар алдымен Жұмабек Ахметұлы Ташеновтың алдында борыштар деуі де тегін емес шығар. Иә, өмірде бәрі салыстыру арқылы танылады деген қағида бар. Таразылап қарасақ, Нұртас Оңдасынов пен Жұмабек Ташенов арасындағы ұқсастықтарды байқау қиын емес. Екеуі де облыс басқарды. Екеуі де Қазақстан үкіметінің басында тұрды. Бірі 45-ке толмай, екіншісі 56 жасында үлкен саясаттан ығыстырылды. Бар айырмашылығы, Ташенов ұлттық мүддеге қайшы Мәскеу теориясы мен практикасына ашық қарсы тұрса, Оңдасынов орталықтың қытығына тиместен сол ұлттық мүдде үдесінен шығу мүмкіндігін молынан пайдалана білді. Түптеп келгенде, екеуінің де тәуекелі ұлы нәтижелермен көмкерілді. Оңдасыновтың саясаткерлігі ұлт білімі мен ғылымын, өндірісін, мәдениеті мен өнерін өрге сүйресе, Ташеновтың табандылығы қазақ жерінің тұтастығын сақтап қалды. Ендеше ерекше жаратылған екі арыстың да аттары Алаштың асыл тұлғаларымен қатар аталуға әбден лайық. Халқының сүйсінгенінен аузынан тастамай айтып, тіпті аңызға айналдырып, кісендеулі жолбарыс атанып кеткен Жұмабек Ташенов ерліктерінің бір парасы осындай. Өтер жылдар, жетер жылдар жаңғырып, сөзбен ісін өткен шаққа қалдырып, ұлт тағдырын биік қойған биліктен арыстардың аты өлмейді мәңгілік.